Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Жансая. Бүгін дәм ауызда еритін өте дәмді сочный ұйғыр мантысын дайындайтын боламын. Бұл мантының өзгешелігі оның қамырында болып табылады. Міндетті түрде сіздерге рецептпен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін қараңыздар. Қамыр дайындау үшін ең алдымен ыдысқа 1 келі ұн салып алдым. Одан кейін 400 мл суға біраз қасық тұз салып қамыр илеймін. Осылай қолдың күшімен қамырды бір кекіл болғанша созып илейміз. Қаттылап илеп, осындай конверт жасаймыз. Минут пакетке салып қоямыз. Пакеттен алдым. Енді қайтадан тағы да қайтара конверт жасаймыз. Салмамызды дайындау үшін 800 грамм тартылған сиыр етінің үстіне 200 грамм қойдың құйрық майы, 4 штук туралған пияз, тұз, дәмдеуіштер және 100 мл су құйып, жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Қамырымның июі қанды, енді осылай кесіп аламын. Содан кейін үсті бөліктерге бөліп шығамын. Жуан оқтаудың көмегімен шеттерін жұқалап жаямыз. Салмасын салып, осылай әдемелеп бүгіп шығамыз. Барлығын осылай бүгіп, мантаваркада буда 40-45 минут пісіреміз. Мінеки, өте дәмді, сочный ұйғыр мантымыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, тағы да осыған ұқсас рецептерді білгілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып кетеміз. Астарыңыз дәмді болсын.